Ал құрметті ағайын, мен Бурахан, солтүстікке көшпен айналысып жүрген бауырларыңыздың бірімін. Дәл қазіргі уақытта солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Воскресеневка ауылына сонау 2022 жылдар көшіп келдің ғой, есің бұрын? 22 жылдар көшіп келген. 2022 жылдары сонау Маңғыстаудан Жаңаөзеннен көшіп келген міне Нұрберген деген азаматтың үйінде шаңырағында қонақ болып отырмын. Бұл жігіт дәл қазіргі уақытта міне солтүстік Қазақстан облысына 8 қазақ қосып отыр. Руың кім? Жеменей болады, адаймын. Жеменей, адай 8 жеменейдің баласын осында қосып отыр. Және ең бір қызықты, маған бір қуаныш сыйлап тұрған зат, мына бір ұлдың атын 2023 жылы тамызда туған мына ұлдың атын менің құрметіме Бурахан деп қойған екен. Қысқасы бұл да ел сүйген азамат болсын, үлкен азамат болсын деп осы тәуекел ұйымының атынан келесі жылы осындай уақытта бір тайын әкеп берем деп уәде қылып отырмын. Ағайындардың бәрі куә болды. Ал Нұреке, қалай солтүстік Қазақстанымыз қалай екен біздің? Солтүстік Қазақстан керемет. Жалпы келем деушілерге шақырам, осында келсе болады. Әдемі жер, кез келген кәсіпті алып кетуге болады. Мұнда көптеген мүмкіндіктер көп. Жалпы келуге шақырам. Өте тамаша, өте керемет. Жалпы қандай, мысалы Маңғыстау облысында жалпыда теңіз толған балық, жерін қазсаң мұнай, теуіп қалсаң ракушечный кірпіш шығады. Бірақ жалпы енді әрбір жер қасиетті, әрбір жер керемет қой. Енді біздің солтүстік Қазақстанның нақты бір 5 артықшылығын айтып берші. Маңғыстау облысымен салыстырғанда 5 артықшылығын айтып берші. Біріншісі артықшылығы табиғаты керемет. Табиғаты керемет. Жері құнарлы. Жері құнарлы. Егін ексең суармайсың, жаңбыр күнде жауапты мысалы. Өте тамаша. Сосын мал баққанға ыңғайлы, өте қаз, үйрек бақсаң өте ыңғайлы оған. Өте тамаша. Кез келген кәсіпті аша беруге болады. Тек қимылдаймын, әрекет жасайын деген адамға берекеті бар жер жалпы. Өте керемет. Дәл қазіргі уақытта өзің немен айналысып отырсың? Дәл қазіргі уақытта мен омарташы кәсіппен айналысып отырмын. 53 кәсібім нем бар, омартам бар. Аллаға шүкір. Әрбір омартада неше арадан бар шамамен? Оның саны белгісіз болады. Жалпы өнімі 4,5 тоннадан 5 тоннаға дейін бал алуға болады. Бір жылда 5 тонна бал аласың ба сонда? Ол өте тамаша ғой. Сол кәсіппен айналысып жатыр, Аллаға шүкір. Қанша болды айналысып жатқаның оған? Бастағанымызға 3 жыл болды. Жалпы өнімі қалай, берекелі ме? Өнімі керемет, берекелі. Себебі жері құнарлы, шөбі, гүлдің түрі бар. Өте тамаша, өте тамаша, өте тамаша. Жалпы сонда енді бал деген зат салыстырмалы түрде құнды зат қой. Құнды зат. Мұнаймен теңеліп тұр ғой, сен осы жаққа келтіріп мұнай тапқандай болып отыр екенсің өзің, Нұреке. Иә. Өте керемет. Бұл Бурахан солтүстікте туған бала. Солтүстікте туған бала. Бұдан кейінгі тағы бір бала, ең кенже ол ма? Ол да ол бала, иә. Молодец. Неше ұлың бар өзің? 4-5 Еркек екенсің, Нұреке. Қысқасы мына Маңғыстау облысында тұратын көптеген ағайын мен алдында өздеріңіз білесіздер, Жаңаөзен, Бейнеу, Жетібай, Шетпе, Шайыр, Жармыш, сосын қайда Батыр ауылына дейін мен барып осы солтүстікке көшті насихат мәселесінде жүріп өткен. Енді міне өздеріңіз көріп отырсыздар, Маңғыстау облысынан көшіп келген азаматтар бұл жақта бар. Соның бірі осы Нұреке. Мына жақта Аққайыңда да біраз азаматтар бар. Бар. Сосын жаңа 9 баласы бар бір азамат туралы айттыңыз, аты кім? Ол Антоновка тұрады, ол мен туған бөлем. Ол немен айналысады жалпы? Ол мында жер егін себетіндердің КамАЗын айдайды. Өте тамаша, өте керемет. Одан кейін осы Казанкада ғой деймін. Самат Мұсабаев ағамыздың фазенкасы бар. Дәл, сода жұмыс жасайды. Сонда жұмыс жасайды. Қысқасы, міне, өздеріңіз естіп отырсыздар. Сонау Маңғыстау облысынан келіп, осы жақта жер шаруашылығымен, мал шаруашылығымен айналысып отырған азаматтар бар. Сіздер де бері қарай келіңіздер, тым болмаса да келіп, қонақ болып, көріп, осы елді мекендердің бәрін қарап, біздің тамаша табиғатымызды көріп, ұнатсаңыз, дәл қазір уақытта үкіметтің беретін көмектері бар. Сіз үкіметтен берілген көмектерді алдыңыз ба? Барлығын алдым. Одан кейін тағы да мына грант мәселесі. Оны да алдық. Грантты да алдым. Мықтысың.
осымен омарташы кәсіпті аштық бұл гранттың арқасында. Тамаша, Иә. тамаша. Өте керемет. Әкімдік жағынан көптеген көмектер жалпы беріліп жатыр. Аха. Кейін жасайын деген адамға грантты да қандай көмек керек әкімшілік жағынан барлығы жағын беріп жатыр жалпы. Жалпы бұл Воскресеновка ауылында қазір қанша түтін бар? Қазақ мектебі бар ғой, иә мұнда? Қазақ мектебі бар. Аха. Біз аштырдық, в общем, сол келіп. Сіздер қысқасы мектепті аштырдыңыздар, иә? Класты аштық. Қазақ класс сыныптарын аштырдыңыздар. Өте тамаша. Дәл қазіргі уақытта Воскресеновкада бос тұрған үйлер бар ма жалпы? Осында жаңадан салынып тұрған мұнда 2 үй бос әлі. Аха, 2 үй бос. Иә. Ал былай сатылымда тұрған үйлер де бар, иә? Сатылымда тұрған үйлер. Шамамен бағалары қаншадан? Міне өздеріңіз естіп отырсыздар, миллион жарым, 2 миллион теңгеге үйлер сатылып жатыр. Жалпы Маңғыстауда жалпы бір мұнайшы деген шамамен 1 миллион, 2 миллион 2 миллион айлық алады жалпы. Жігіттер мұнайдың түбінде жүргенде, мұнай бір күні түбі бітеді, жігіттер. Осындай жерге келіп, анау көп балалы бауырларыңызды осы Нұрекеңе, бауырларыңа қос шығып, қасына қосып, мына жердегі мына керемет табиғатқа, міне мына қараңыздар, қандай керемет табиғат. Осы табиғатта малдарын көбейтіп, қысқасы 4 түлігін сай қылып өсіруге болады. Сізден сұрақ, мысалы, Нұреке, жалпы бұл жақта түйе асырау мүмкіндігі бар ма? Қалай ойлайсыз? Жалпы мүмкіндігі бар екен, мұнда естіп жатырмын. Мұнда Айыртау деген жерде бұрын асыраған екен жалпы. Бірақ өз көзіңізбен көрмедіңіз? Жоқ, көрген жоқпын. 2 жылдай асыраған екен. Сосын оны әкелген адам өзі кішкене сырқаттанып қалғанына байланысты. Жаңабай деген аға қойым, е? Соған байланысты түйелерін сатып, сойып, сөйтіп жоқ қылған екен. Аха, жалпы өзің енді болашақта енді кәсіп үстіне кәсіп қосып бір мал шаруашылығын дамыту сияқты бір ойларың бар ма жалпы? Жалпы түйе жағын жалпы әкелгім келеді, асырағым келеді осында. Бұл жақта енді халық саумал ішіп көрмеген, бірақ сен әкеп бір саумалға үйретсең, ол негізі өте жақсы кәсіп деп ойлаймын негізі. Тек түйеден жалпы шуат алуға болады ғой, әдемі шуат. Керемет болады. Мына жердің шөуін жеп өскен түйе шуаты керемет болар. Туысқандарың келіп, сөйтіп араласып сөйтіп келіп тұрады шығар қонаққа. Достар, туысқандар, өткен кеткен, ойбай Маңғыстаудан бұлай өтіп бара жатқан адамдардың бәрі соғады саған. Бәрі соғады, иә, машина көлікті көрген ес. Бері қарай бұрыла қояды осы. Нөмірің Маңғыстаулық нөмір бе әлі? 12-ге, иә. Қазір нөмірін түсіріп ал бауырым. Өте керемет. Ал Нұреке, сәттілік тілеймін саған. Өсе бер, өне бер, басыңа бас қосылсын, малыңа мал, араңа ара, балыңа бал, ақшаңа ақша, абыройыңа абырой қосылсын. Өсіп, өніп, көбейіп, осы Воскресеновканың атын болашақта бір басқаша қылып, Жаңаөзен 2 деп аласыңдар ма, Өзен 2 деп аласыңдар ма, сондай бір күнге аман есен жетейік. Қысқасы ағайын, міне өздеріңіз көріп отырсыздар, Маңғыстаулық ағайын, мына болашақта Ираннан келетін адай ағайын, Түркменстаннан елге келіп жатқан азаматтар. Қысқасы міне солтүстік Қазақстан облысында Айыртау ауданында осындай Воскресеновка деген керемет ғажап ауыл бар. Өздеріңіз естіп отырсыздар, бала келсе, бала көбейсе, кез келген қазақ сыныбы жоқ мектептен сынып ашуға болады. Міне оның негізгі дәлелдеп отырған осы Нұреке. Қысқасы Нұрекедей болайық. Келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Тәуекел, теріскей бізге аманат. Рахмет, Нұреке. Бар бол. Тамаша.